Алла қаласа деп айтпастан бұрын мен ертең мынаны істеймін деп айтпа дейді. Құдай қаласа деген сөзді айту керек екен. Оның мысалдары көп қой, білесіздер, халықтың арасында әзіл бар. Баяғыда бір кісі совхоздың басқармасы екен, бастырып үйіне кіріп, шаршап келді, мәй қатын тамақ алып кел дейді ғой. Сөйтсе, Құдай қаласа пісіп жатыр, жейсің ғой десе, Құдай қаласа да жеймін, қаламаса да жеймін дейді ғой. Тамағы алып келем дегенше есігінің алдына қара Волга тоқтайды да бейшараның аяқ қолын жерге тигізбей 10 жылға жоқ қылып жібереді ғой. Халық жауы бұл. 10 жылдан кейін есік қағып тұр дейді біреу. Кім десе, Құдай қаласа байыңбыз деп айтады. 10 жыл сабақ алғанда, көрдіңіз ба? Құдай қаласаны ұмытпау керек.